Алтын Орда империясын бір кездері хандар Сарай қаласынан басқарып тұрды. Уақыт өте келе империяға Әмір Темірдің жорық жасауынан кейін күйрей бастады. Осы кездері Алтын Орданың астанасы Сарай қаласы жоғалып кеткен болатын. Өздеріңізге белгілі Мәскеудегі Қызыл алаңның жобасы кезінде Алтын Орданың астанасы болған Сарай қаласынан ұрланғанын ғалымдар зерттеп шығарып жатыр. Біз бүгіндері тамашалап жүрген сол Қызыл алаң содан бірнеше ғасыр бұрын ғана әйгілі Алтын Орданың астанасы Сарай қаласының орталық алаңы болған екен. Орта ғасырдың өзінде Алтын Орданың ғажайып астанасында халықтың саны миллионға жеткен. Бұл сол дәуірдегі Рим мен Парижден де үлкен болғанын көрсетеді. Қаланың көркейгені сонша, онда келген саяхатшылар бұл қаладан әлемнің кез келген халқының өкілін кездестіруге болады деп қызыққан екен. Байлыққа белшесінен батқан осынау ғажайып қаланы уақыт өтіп империя ыдырағанын пайдаланған Дон бойындағы қарақшы казактар аяусыз тонауға ұшыратады. Оның үстіне қаланың жоспарын көшіріп алып, ешқандай белгі қалдырмас үшін орталық алаңды түгелдей дерлік қиратып кеткен екен. Бұл Сарай қаласының тарихы болатын.